Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Наполеон тортын жасайтын боламыз. Електен өткізілген ұн керек бізге. Және де 250-300 граммдай осындай сары май керек. Менде үйдің майы, қолды майы. Қолды майымен өте дәмді шығады. Салқын суға 3 жұмыртқамызды жарып, шым-шым тұз қосып, және де алма сірке суынан 2 шай қосып, барлығын араластырып, осындай қоспа дайындап аламыз. Және де бұны ұнымызға біртіндеп құйып, ақырындап жұмсақ тесто дайындаймыз. Ол тестомыз дайын болғанда тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Осындай тесто жасап аламыз. Өте қатты араластырмайсыздар. Мінекей осындай дайын тестомызды салфанға салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Осындай әдемі тесто шығады. Көз мөлшерімен тестомызды осындай 9-10 бөлікке бөліп аламыз. Және де қамырымызды аздап қана ұн сеуіп, қамырымызды илейміз. Үйдегі осындай бар домалақ тәрелкемізді алып, тәрелкенің көлемі бойынша, менде осындай кольца бар екен, торт пісіретін едім. Осындай бөліп аламыз да, және пергамент қағазға салып, шанышқымен тесіп аламыз. Өйткені тесто көтеріліп кетпеу үшін. Тестомыз хрустящий болады, сондықтан пузырь болып көтеріліп кетеді. Осылай тесіп аласыздар. Және де кремге өте жақсы идея. 20% осындай қаймақ, үстіне қант саламыз. Және де үйде менде қалған сгущенка бар тұғын. Сгущенканы қосып, араластырып, әдемі крем жасап дайындап қоямын. Негізі сахарный пудра қосылу керек. Сахарный пудра жоқ болғандықтан мен үйде қант араластырып жатырмын. Қанты еріп, креммен араласа берсін деп. Тестомыз піскенше кремді мен осылай дайындап қоямын. Үйдегі осындай 3 желание сгущенканың қалғанын саламын. Дәмі деген енді пломбирный крем болып шығады, дәмді күшті болып. Әдемі осындай қытырлақ коржиктер пісіп дайын тұр. Мінекей қалғаны пісіп жатыр әлі. Осындай жұмсақ коржиктер дайындап қойдым. Менде қалған коржиктер соңғысы пісіп жатыр. Мен крем жағып бастап жатырмын. Осылай бір листтан алып, кремді жағып, сіңдіріп, осылай жағып қоя беремін мен. Осылай барлығының арасына осылай кремді жағып шығасыздар. Мінекей тортымыз дайын. Тестосы хрустящий, кремі сіңу үшін түнге холодильникке салып қоямыз. Ертеңгі күнге дайын. Ас болсын. Менімен бірге осындай Наполеон тортын дайындап, мені белгілеп кетуді ұмытпаңыздар. Комментарий, лайк күтемін. Сау болыңыздар.